Тайыр қызы Айжан, сізге берілетін неке сыйлықтың көлемін сіз шешесіз. Не қалайсыз? Мен алтын деп айтқам, 50 грамм. 50 грамм. Жақсы, 50 грамм алтын. Нұрсұлтан, бұл жерде мынандай мәселе бар. Некенің 50 граммды дәл қазір беру шарт емес. Бұл пенсияға шыққан жинап берсең болады. Және бұлай қылсаң болады, Нұрсұлтан. Айжанның көңіл күйі жақсы кезде, мен саған соны бермей-ақ қояйын. Онсыз да бүкіл Қазақстан бізді көрді. Сен ризамын деп айта сал десең, келін ризамын десе, осы жерде қалады мәселе. Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мына ақмақнадан тиктокер имам Нұрлан деген тағы да халықты дастыруда бұл телевизорға шығып елдің алдында масқара болып отыр. Діннен еш хабары жоғын көрсетіп. Өйткені махырдың бұл не екенін білмейді. Махыр деген бұл Аллахтың бұйрығы. Аллах айтып отыр. Адам емес айтып отыр. Аллах айтып отыр Құранда. Сыйлықты бер дейді әйелге дейді. Махырыңды бер дейді үйленген кезде, неке қиған кезде. Ал енді бұл оны пенсияға шыққанша или не пенсиядан кейін де шыққаннан кейін де беруге болады. Немесе оны кешіре салуға болады дейді. Жоқ. Бұл өте қате нәрсе. Махырды неке қиған кезде беру керек. Егер дәл сол кезде бере алмайтындай жағдай болса, онда жылдам жинап беру керек. Қарыз алсаң да ол сенің міндетің болып табылады. Ал енді бұның наданның айтып отырғаны пенсиядан шыққаннан кейін беру керек. Пенсияға дейін өмір сүре аласың ба, сүре алмайсың ба, оны Аллах біледі. Немесе бүгін үйленіп ертең ажырасып кетсең, тағы да махырсыз қаласың. Өйткені қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, ажырасқан кезде екі жақта әйел де, еркек те бірімен бірі шайқасып, соғысып өтеді. Бірін бір көре алмай жауласып. Сол кезде қайдағы махыр ол? Әргет дейді, басымды қатырма дейді, күйеу айтады. Сондықтан да махырды үйленген кезде алдын ала үйленбей тұрып, неке қимай тұрып, алдын ала келісіп болу керек. Сол неке қиған кезде, сол кезде тапсыру керек. Немесе үйленгеннен кейін, неке қиғаннан кейін жылдам жинап беру керек қарыз алсаң да. Созуға болмайды, көп созуға. Махыр деген, былайша айтқанда, орысша айтқанда страховка болады. Егер айырылысып кеткен жағдайда, ол әйелге страховка болады, әйелдің қалтасында қалады. Өйткені егер еркек ажырасатын болса, еркектен болса инициатива, онда әйел махырды қайтармайды. Егер әйел ажырасамыз деп талап ететін болса, онда әйел еркекке махырды қайтарып беру керек. Аллахтың шариаты бойынша.